Армысыздар, мәңгілік еліміздің азаматтары. Сіздермен бірге Боранбаева Гүлжан Сембекқызы, Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысымын. Үшінші курс студенттері, сіздерге мен желілік технологиялар оқу тәжірибесінен дәріс беретін боламын. Бізде бүгінгі бірінші тәжірибелік жұмыс тақырыбы желілік технологиялар. Мақсаты желілік технологияларды зерттеу, яғни мәліметтерді таратудың сымды және сымсыз технологияларын зерттеу жүргізу, осы технологияларды салыстыру және талдау жүргізу. Екінші бұл жаңағы жұмысты мен берген тапсырмаға сәйкес орындау керек. Бізде бірінші сабақ болғандықтан біз бірінші техникалық қауіпсіздік ережесімен танысып алайық. Және айтып кететін жағдай, жаңағы бізде компьютер классында арнайы түрде отты сөндіруші құралмен жаңағы дәрі салатын қорабымыз міндетті түрде болу керек. Тағы да айта кететін жағдай, компьютер сыныбында сырт киіммен кіруге болмайды, розетканы қолмен ұстауға болмайды, және клавиатураның үстіне, пернетақтаның үстіне артық заттарды қоюға болмайды, және компьютердің қасында сумканы қоюға болмайды. Егер бір жағдай болған кезде компьютерді өшіріп, оқытушыға ескертіп, класстан шығу керек. Жұмысты орындау тәртібі. Жұмысты орындау кезінде білім алушы ақпаратты, яғни қолданыстағы технологияларды зерттейді. Бақылау сұрақтарына жауап беру керек және тапсырманы орындау керек. Есеп беруде бірінші жазылады студенттердің аты, жөні, екінші қаралған желілік технологиялардың сипаттамасын, яғни жаңа артықшылықтар мен кемшіліктерін кестеге салу керек. Сосын жаңа берілген мәліметтердің рейтингісін жасау керек. Есептің, тағы да айта кететін жағдай, есептің электронды нұсқасы Microsoft Word редакторымен дайындалған файл болу керек. Енді әдістемелік нұсқауға көңіл бөлейік. Желілік технология дегеніміз не? Желілік технология бұл компьютерлік желі құруға қажетті стандартты хаттамалар мен олардың жұмысын жүзеге асыратын бағдарламалық аппараттық құралдар жиыны. Жалпы желілік технологиялардың түрлеріне тоқталайық. Түрлері яғни ARPANET, Ethernet, Token Ring, FDDI технологиясы. Соның ішінде ARPANET-ке тоқталатын болсақ, ARPANET бұл арзан, қарапайым, сенімді жұмыс істейтін технология. Мұнда шина және жұлдыз топологиялары қолданылады. Мұнда маркерлік шина арқылы басқару тәсілі қолданылады, яғни бір компьютер маркер жібереді, сол маркер алынған соң желідегі құрылғылардың тек біреуі ғана мәлімет жібере алады. Ол маркерге өз мәліметін және адрестерін қосып, ары қарай жөнелтеді. Яғни мына суретте біз ARPANET-ті көріп отырмыз. Бұл технология бойынша мәлімет тасымалдау жылдамдығы 2,44 мегабит секунд. Тасымалдау үшін коаксиалды кабель, есілген қосым, оптоталшықты кабельдердің бірі пайдаланыла береді. Келесі бізді желілік технологиямыз, яғни Ethernet технологиясы. Ethernet технологиясында шиналық топологияны қолданып, мәліметті бірден барлық желі компьютерлеріне береді, яғни станцияларына береді. Бірақ оны адресіне сәйкес тек біреуі ғана қабылдайды. Бұл технология желіге компьютерлерді біріктіріп тұратын концентраторларды және интерфейстік желі тақшасын керек етеді. Олар біртіндеп орналасады. Көбінесе арнайы кабельдер және телефон арналары қолданылады. Мәлімет тасу жылдамдығы 10 мегабит секунд, бірақ жаңа мүмкіншіліктер пайда болуына байланысты жылдамдығын өсіруге болады. Келесі біздікі желілік технологиямыз Token Ring технологиясы. Мына суретте көріп отырғандай, Token Ring технологиясы бұл IBM фирмасы ұсынған мәлімет тасу орталығы, есілген қосым және оптоталшықты кабель, мәлімет тасу жылдамдығы 4 мегабит секунд және 16 мегабит секунд. Мәлімет тасымалдауда маркерлі сақина қолданады,
яғни міне көріп тұрғандай сақина. Топологиясы сақиналы не жұлдыз. Мәлімет тасу қашықтығы 120 метр. Яғни бір ғимаратты алады екен, міне көріп отырғанымыздай. Келесі біздің технологиямыз FDDI технологиясы. Яғни бұл 80-ші жылдардан бері ENCI институтында шығарылады. Бұл технологияда мәліметтер алмасудың физикалық ортасы ретінде алғаш рет талшықты оптикалық кабель ұсынылды. Экрандалмаған қос ширатпаны пайдалану мүмкіндіктері де қарастырылған. FDDI желісі ақауларға қарсы тұруды күшейту үшін екі сақинадан құралған. Яғни біз мына суретте көріп тұрғандай екі сақинадан құралған екен. Мәліметтер желінің бірінші сақинасымен бір бағытта беріледі, екінші сақинасымен қарама-қарсы бағытта беріледі екен. Жалпы бұл FDDI технологиясының желісі, яғни жылдамдығы 100 мегабит секунд жылдамдықпен жұмыс істей алады. Сонымен қатар желі диаметрі 100 квадрат метр болса, ал тораптардың максималды саны 500. Дегенмен аталған технологияның бағымы едәуір жоғары. Сондықтан да FDDI стандартының қолдану аймағы желі магистралдары мен үлкен желілер болып табылады. Яғни біз желілік технологияның түрлеріне қысқаша ақпарат беріп өттік. Сендерге берілген тапсырма бойынша, яғни бірінші кестені толтыру, бірінші кестеде мәліметтерді берудің сымды және сымсыз технологиялардың айырмашылықтарын табуымыз керек. Яғни бірінші сипаттамалары, келесі несінде бізде желілік технологияның түрлері жазылған. Яғни сымды және сымсыз технологиялар. Біз бұл жерде табуымыз керек. Яғни бірінші мәліметтер тасу жылдамдығын, екінші топологиясын, келесі мәлімет тасу ортасын, қатынасу тәсілін, желінің максималды ұзындығын, желі тораптарының ең үлкен санын, желі тораптарының ең үлкен арақашықтығын. Міне осыларды біз тауып, осы кестені толтыруымыз керек. Тапсырманы орындап болған соң бақылау сұрақтарына жауап беруіміз керек. Бірінші сұрағымыз: желілік технология ұғымы, яғни желілік технология дегеніміз не? Желілік технологияны қалай түсінесің? Осы жөнінде біз жауап жазуымыз керек. Екінші сұрағымыз: желілік технология түрлері, яғни түрлеріне тоқталып өтуіміз керек. Үшінші сұрақ: ARPANET технологиясына сипаттама беру. Яғни ARPANET технологиясы қай жылы пайда болды, қандай мақсатта қолданамыз, осы жөнінде сипаттама беруіміз керек. Келесі сұрағымыз: Ethernet технологиясына сипаттама беру. Токен ринг технологиясына сипаттама беру. Яғни токен ринг қай жылы шықты, қандай компания ойлап тапты, қалай жұмыс жасайды, осы жөнінде біз ақпарат жазуымыз керек. Келесі FDDI технологиясына сипаттама. Келесі сұрағымыз: Bluetooth технологиясына сипаттама, Wi-Fi технологиясына сипаттама. Осы сұрақтарға біз толықтырып жауап жазып, өзіміздің есеп беруімізде енгізуіміз керек. Пайдаланатын әдебиеттерге тоқталатын болсақ, яғни біз бірінші қазір интернеттің дамыған заманы болғандықтан интернет ресурстарын пайдаланамыз. Екінші пайдаланған әдебиеттерге Оливердің оқулығы «Компьютерные сети», яғни 2012 жылы шыққан, осы оқулықты пайдалана аламыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.